Сәлеметсіздер ме? Сіздер Қара Жәшік арнасындасыздар. Бүгінгі шығарылымда Абай облысындағы қаржы пирамидасы, қазақстандықтардың Телеграмдағы жеке деректер саудасы және басқа да маңызды жаңалықтар. Ақмола облысында су тасқынына бөлінген 300 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырғандар сотталды. 2021 жылы үкімет резервінен Атбасар ауданындағы су басу қаупі бар аумақта тұратын 200 отбасыны көшіру үшін 200 пәтерлі тұрғын үй салуға 300 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген болатын. Тергеу барысында бұл қаражатты Атбасар ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі мен Престиж строй жеті және фундаменталь серіктестіктерінің басшылары жымқырғаны анықталды. Қылмысты арнайы прокурор тергеді. Прокуратура мәліметінше, күдіктілер мемлекет қаржысын аса ірі көлемде жымқырып, кейін ол ақшаны заңдастыру әрекеттерін жасаған. Сот үкімімен бір айыпты 8 жыл 6 айға, екіншісі 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар, олардың мүліктері тәркіленді. Абай облысында 790 миллион теңгеден астам қаржыны жұтқан қаржы пирамидасының жолы кесілді. Абай облысында Рахат 0425 атты қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап, тергеу мәліметінше, ұйымдастырушылар азаматтарға мемлекеттік сатып алулармен байланысты жалған инвестициялық жоба ұсынып, 30% дивиденд уәде еткен. Осылайша 350-ден астам адам 790 миллион теңгеден астам қаражат құйған. Оған қоса, күдіктілер азаматтарды пәтерлерін төмен бағамен өткізуге көндірген. Кейін бұл мүліктер үшінші тұлғалардың атына рәсімделіп, олардың нарықтық емес құны жобадағы үлес ретінде есептелген. Қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен 2 адам қамауға алынды. Ал біреуіне үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған. Қылмыстық іс бойынша өзге ақпараттар Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жарияланбайды. Қазақстанда азаматтардың деректерін Телеграм арқылы сатқан қылмыстық топ әшекейленді. Киберқылмыспен күрес департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірлескен операциясы барысында деректерді Телеграм арналар арқылы сатып келген топ құрықталды. Тергеу мәліметінше, деректер мемлекеттік базалардан заңсыз алынған. Ақпараттың бір бөлігі кейбір коллекторлық компанияларға берілген. Операция нәтижесінде 140-тан астам адам ұсталды. Олардың қатарында компания иелері мен Телеграм арна әкімшілері бар. 5 күдікті қамауға алынды. Ал коллекторлық ұйымдардан 400-ден астам компьютерлік және электрондық құрылғы тәркіленді. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша істер қозғалды. 205 баптың 3 бөлігі ақпаратқа заңсыз қол жеткізу, 147 баптың 5 бөлігі жеке өмірге қол соғушылық және дербес деректер туралы заңнаманы бұзу, 211 баптың 3 бөлігі шектеулі қолжетімділікке ие электрондық ресурстарды заңсыз тарату. Киберқылмыспен күрес департаментінің бастығы Жандос Сүйінбайдың айтуынша, қылмыстық схемаға қатысты бар тұлғаларды анықтау жұмыстары жалғасып жатыр. Тоқаев пен Радев Қазақстан мен Болгария арасындағы әріптестікті кеңейтуге келісті. Астанада президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Болгария президенті Румен Радев кездесті. Тараптар сауда, инвестиция, көлік, энергетика, цифрландыру және туризм салаларындағы ынтымақтастықты дамыту жайын талқылады. Тоқаев Болгарияны Еуропадағы маңызды серіктес деп атады. Ал Радев Қазақстанның даму жолын жоғары бағалап, әріптестікті тереңдетуге дайын екенін айтты. Астанада 55 жылдан бері алғаш рет су қоймасын тазарту жұмыстары басталды. Астанада 1970 жылдан бері алғаш рет Астананың су қоймасына кешенді тазарту жұмыстары жүргізілуде. Маусым сайын 50 мың тонна лай шығарылып отырады. Жоба 13 жылға жоспарланған. Нәтижесінде су қоймасының сыйымдылығы 47 миллион текше метрге артып, елорданы сумен қамту жақсарады. Ұшақ бортында есінен танған жолаушыға медбике шұғыл көмек көрсетті. Уральск, Шарм-эль-Шейх бағытындағы рейсте бір жолаушы кенеттен басынан түсіп, жағдайы күрт нашарланды. Алайда оқиға барысында ұшақта болған нөмір 5-ші қалалық емхананың кеңейтілген өкілікте ие медбикесі Динара Сариева сол сәтте дереу көмекке кірісті. Нәтижесінде
Ол науқастың жағдайын ұшақ қонғанға дейін үнемі бақылауда ұстап, борт секторымен бірге алғашқы медициналық жәрдем көрсету шараларын жүргізді. Сонымен қатар, ұшақ жерге түскен соң жолаушыны жедел жәрдем қызметі қабылдап алды. Бұл оқиға өз кезегінде медбикенің кәсіби шеберлігі мен адамгершілігіне дәлел болып, қиын жағдайда тиімді әрекет ету қабілетін тағы бір мәрте көрсетті. Мәжіліс Конституцияның 30 жылдығына орай рақымшылық туралы заң жобасын қарайды. Алдағы пленарлық отырыста мәжіліс депутаттары 2024 жылғы республикалық бюджетінің атқарылуы жөніндегі үкімет пен жоғары аудиторлық палатаның есептерін қарастырады. Сондай-ақ Конституцияның 30 жылдығына орай рақымшылық жасау туралы заң жобасы талқыланады. Құжатта қылмыстық теріс қылықтар мен жеңіл немесе орташа ауырлықтағы қылмыстар жасаған, залап келтірмеген, не оны толық өтеген азаматтарды жазадан босату ұсынылады. Әлеуметтік осал топтарға да рақымшылық қолданылуы мүмкін. Бұдан бөлек, депутаттар қаржы нарығының реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және артық заңнамалық талаптарды алып тастау мәселелері бойынша Сенат енгізген өзгерістерді қарайды. Бұл Қара жәшік арнасы болды. Келесі шығарылымда кездесейік. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді комментарийге жазыңыздар.